Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгінгі біздің видеомызға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода бізде тақырыпта көріп тұрғандарыңыздай, бүгін бізде back to school, яғни сізге бүгін біз мектеп формаларымызбен көптеген образдар шығаратын боламыз, стильді көрсететін боламыз. Видеоның соңына дейін көріп бізге міндетті түрде лайк басып, астында тұрған қызыл батырма, яғни подписаться, тіркелу батырмасын басып, бізге міндетті түрде пікір қалдырып, достарыңызға осы видеомызды бөлісуді ұмытпаңыздар. Аңшы біз көп сөзбей бастайық. Кеттік. Достар, мен әпшемнен бұрын жасаймын дедім. Менде осындай жақсы көретін рубашкам және де осындай әдемі юбкам. Әдемі өзім. Және де осындай жақсы көретін туфлиім. Осындай менің образым. Бұл формалар маған қатты ұнады. Және де әдемі туфли болды. Маған өзімнің образым қатты ұнады. Мен өзімнің рубашкамды қатты жақсы көрем, ол маған ұнайды. Бізде екінші образ осындай бантикпен және осындай менің керемет галстугым бар рубашкамен. Менің рубашкамда мяу-мяу деген бір жазу бар. Ол қазір бізде хит болып жатқан соң өзіме сондай рубашка алдым. Ал мынау менде туфли және астында синий юбка. Бізде синий юбка да, қара юбка да бола береді, бірақ мен басында білген жоқпын, сол үшін синий юбка алып қойған едім. Әйтпесе қара юбканы жақсы көретін едім. Менің туфлиім өзіме қатты ұнады, өйткені қазіргі таңда хит болып жатыр екен, тоже ол да корейский. Енді, Олжан екеумізде сіздерге бірдей көрсетейік. Міне біздің керемет стиліміз. Олжанда осындай керемет төртбұрышты юбка, шетінде рубашкасында жазуы бар. Сөйтіп екеуміз сіздерге өзіміздің керемет стилімізді көрсеттік. Енді ары қарай көрсетуді жалғастырайық. Кеттік. Достар, бұл менің енді екінші лугым, яғни образым. Қарап тұрғандарыңыздай өзгешелік бар. Бұл жерде менің рубашкам өзгеше. Жаңағы рубашкамда галстук болған және шетінде жазу болған. Ал бұл менің екінші рубашкам. Осындай жаңағы юбкаммен кидім. Маған бұл рубашка да өте қатты ұнаған. Мен бұл рубашкама 10-нан 10 баға беремін. Енді дұрыстап көрсетіп шығайын. Бұл жерде менде осындай қалтасы бар. Тиген сондай бір любой зат сала бересің да. Но енді кішкентай зат салуға келеді. Осындай юбкамен жараса, ішке де салып көрсетемін қазір сіздерге. Осындай болып тұрады. Сіздерге қайсысы ұнап тұр? Негізі маған екеуі де бола береді. Сыртқа шығарғанға да, ішке шығарғанда маған ыңғайлы. Қайсысы жарасады? Ішке шығарып тұрған жараса ма, әлде сыртқа шығарып тұрған жараса ма? Комментке жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ал енді біз келесі стильге кеттік. Келесі стильді достар Олжан көрсететін болады. Достар, келесі кезекте менде рубашка мен юбка. Бұл образ маған ұнайды. Бұл рубашка менің былтырғы алған рубашкам. Мен бұл образға 10-нан 10 бағасын беремін. Достар, осы рубашкам маған қатты ұнайды. Былтырда алсам да әлі жаңа. Юбкамды осы жылы алдым. Достар, мен қазір сіздерге әпшемнің сумкасын киіп көрсетейін. Бұл менің әпшемнің сумкам. Осымен әдемі жарасты. Бұл әпшемдікі. Достар, келесі кезекте менің кезегім. Бұл жерде мен рубашка, бантик не істеп тұрмын және сумканы салып тұрмын. Сіздер бұл жерден шалбарымнан және аяқ киімнен өзгешелік байқайсыздар. Қазір сіздерге бәрін жақынан көрсететін боламын. Қане көрсетейін сіздерге. Міне мынау менің кроссым. Бұл жерде менің кроссым ақ түсті және шетінде қара түсті сызықтар бар және нәскиім Nike. Бұның бәрін мен новыйдан алған, бірақ шалбарым былтырғы. Сондай балағы сәл үлкендеу, керемет шалбар. Мен бұл образға 10-нан 10 бағасын беремін. Мына жерде мен тағы да мода көрсетіп, сіздерге өзімнің образымды көрсетіп тұрмын.
Енді мына жерде мен сіздерге өзімнің махаббатымды көрсетіп тұрмын, сіздерге деген өзімнің жүрегім деп па. Міне осымен менің образым аяқталды. Енді Олжан ары қарай көрсете берсін. Одан кейін тағы да мен сіздерге өзімнің образымды көрсететін боламын. Достар, келесі кезекте менде осындай образ. Бұл образ маған қатты ұнайды. Достар, ақ кофта мен юбка. Бұл юбка маған қатты ұнайды. Мен оны осы жылы алдым, ал рубашкамды 3 класста алғам. Бұл маған қатты ұнаған. Анама да қатты ұнады, әкеме де қатты ұнады, достар. Достар, сіздер менің образым ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл образ мен үшін 10-нан 10. Достар, мен осы образды 3 класста алдым. Мен бұл рубашканы 4 рет қана кидім. Күзде 2 рет, көктемде 2 рет кидім. Мен осы рубашкамды достарым көрді. Ол маған қатты ұнайды. Анама қатты ұнайды, бірақ бұны көп кимейкен бұл рубашканы. Достар, енді менің кезегім. Өз образымнан не байқадыңыздар? Менде бір өзгешелік бар. Ол бізде осындай жемпір, яғни айтқанда полоска жемпір, қара сызықтармен өте керемет болып ерекшеленеді. Бұл менің сүйікті жемпірім. Сабаққа да, күнделікті қыдырғанға, кеп шыққанға да өте ыңғайлы киім. Бұл киімді мен өте қатты жақсы көремін. Осындай ақ түсті түймелермен, нежный, әдемі. Менің сүйікті жемпірім. Мен біраз видеода көрген шығарсыздар, мен бұл жемпірді біраз жерде кигенмін. Біраз видеомда кигенмін. Мына жерде типа милашка сияқты қолымда осылай істеп алдым. Маған осылай істеп жүрген ұнайды просто. Қазір комментке мына тиктоктан көрген pick me деген сөз жазбаңыздар. Ондай хейт керек емес маған. Міне менде осындай образ, шалбармен киіп жасадым. Астына кросс кидім. Міне бұл образ сіздерге ұнады ма? Комментарийге міндетті түрде өз бағаларыңызды беруді ұмытпаңыздар. Достар, мен переход жасайын деп шештім. Қараңыздар. Міне бұл менде осындай жилетка. Қысқаша айтқанда рубашканың сыртынан киетін қара жемпір. Енді бұл бізде осындай костюм, рубашканың сыртынан киетін. Бұл да тоже менің любимый костюмчигім. Рубашканың сыртынан киінге өте қатты жарасады. Бұған еще Олжанда таласқан, сен әдемі ғой деп. Осы костюмчигімді қатты ұнатамын. Енді мына жерде мен әшейін рубашкамен тұрмын, бірақ астына қарасаңыздар, менің юбкам өзгерген. Қара түсті, 4 бұрышты юбка. Қазір бәрін сіздерге жақыннан көрсететін боламын. Қараңыздар. Міне достар, мына жерде менде корейский туфлиім, ішінде Nike носки. Nike носкимен жараспай тұрған сияқты. Носкиден басқа ештеңе кимедім, сосын аяғым қара болып көрініп тұр. Мән бермеңіздер. Енді юбкама қарасаңыздар, бұл жерде менің юбкам 4 бұрышты. Қазір қайтадан көрсетемін. Міне мына менің 4 бұрышты юбкам, ортасында замок бар. Типа мода сияқты, мүлдем ашылмайды. Міне менде юбкамды көрсетіп болдым. Енді бәрін достар сіздерге жақыннан көрсетейін деп шештім. Мына менің басында бірінші көрсеткен Miu деген осындай рубашкам. Ортасында галстугі бар. Енді сіздерге келесі рубашкамды көрсете берейін. Менде келесі рубашка, ол осындай жаңағы көрсеткен шетінде қалтасы бар рубашка. Бұлардың бәрін мен новыйдан алғанмын. Өзіме қатты ұнады. Хыбычный еще 100% мақта. Маған ұнады өзімнің рубашкаларым. Енді бұлардың сыртынан қандай нәрселер киюге болады? Бірінші осындай жилеткама, қандай? Осындай қара түсті жилетка киюге болады. Енді келесісі бізде осындай кардиган бар, достар. Полоска жемпір. Бұл менің сүйікті
жемпірім рубашканы сыртына киген жақсы көремін. Бағанаға айтқанымдай, күнделікті кигенге де, рубашканы сыртынан киюге де өте керемет, маған қатты ұнайды. Енді мен сіздерге келесісін көрсете берейін. Ол бізде корсет. Бұны мен наурызда кидім, осы биыл кидім. Бұл маған қатты ұнаған корсет, 10-нан 10, бірақ бұның бауы қайта-қайта үзіліп кеткені болмаса, өте керемет корсет. Енді бұл бізде жаңағы мен соңында киген 4 бұрышты юбка. Бұл юбканы қатты жақсы көремін. Биыл кидім. Өте керемет. Шетінде түйме замоктары бар. Осылай киюге болады. Менің жаңағы көрсеткенім ол nice деген сөз, яғни айтқанда ұнайды деген сөз. Мынау бізде келесі юбка, синий цветті юбка. Шетінде асты жағында қалталары бар және үсті жағында да 2 қалтасы бар. Өте керемет юбка. Менде үшінші юбка. Бұл менде черный цветті, яғни қара түсті юбка. Мен бұл юбканы 6-шы сыныпта алғанмын. Бірақ ол кезде бактоз көп түсіре алмадым. Яғни айтқанда 6-шы сыныпқа өтетін кезімде, оқитын кезімде алғанмын. Бұл юбка уже маған қысқа деп айтуға болады, өйткені уже менің бойым өскен, сол үшін бұл маған қысқа. Скоро олжан келетін шығар деп ойлаймын. Енді келесі юбка менде көк түсті юбка, синий юбка, то есть. Бұл да жаңа ғана 2-ші юбкаға ұқсайды. Қалтасы бар және бұның ремені болады, бірақ мен ременін таппадым, сол үшін көрсете алмадым. Айып етпеңіздер. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер сізге ұнаса, бізге міндетті түрде лайк басып, тіркеліп, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған бүгін біз Олжан және де менің әпшем Бану. Бәріңізге сау болыңыздар.